Сәлем достар, мен Меруерт. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ әрі дәмі ерекше дәмді бауырсақ дайындайтын боламын. Бауырсақ 2-3 күн бойы жұмсақтығын жоғалтпайды және дәмі өте ерекше, кез келген дастарханның сәніне айналары сөзсіз. Ал ендеше кеттік бастаймыз. Суды ысытып қоямыз ыдысымызға, одан кейін сүтімізді қосамыз. Сүтімізді қосып болғаннан кейін шекерімізді салып, венчикпен немесе қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамыз қосылады. Жұмыртқа қосылғаннан кейін венчикпен араластырып, сары майымызды, майонезімізді өлшем бойынша алып, оларды қосамыз. Қосқаннан кейін венчикпен араластыра отырып, оған кішкене 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Тұз қосып болғаннан кейін елегіштен өткізіп, ұнымызды салып бастаймыз. Ұн салу барысында ашытқымызды қосып жібереміз. Ашытқы қосылғаннан кейін жақсылап тұрып жұмсақ қылып қамырымызды илейміз. Сөйтіп 1 сағат уақытқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін қайта оны илеп жібереміз. Иленген қамырымызды тағы да 1 сағатқа көтерілу үшін бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөлгеннен кейін тақтаймен жаямыз. Жайған қамырларымызды қажетті формаларға бөліп 10-15 минутқа қойып қоямыз көтерілу үшін. Көтерілген бауырсақтарымызды қыздырылған майда әдемелеп пісіріп аламыз. Мамық жұмсақ бауырсағымыз дайын болды. Дәмі ерекше дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бәрімізге ас болсын.